Амансың ба алтын күн? Амансың ба жер ана? Амансыңдар ма достарым? Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Балалар, мен сендерді қатты сағындым. Балалар, мен сендерге бір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешуін тапсаңдар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз сол жұмбаққа қатысты болады екен. Кәнеки балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Аяғы төртеу жүре алмайды. Не жатып бір сәтте дем алмайды. Отырған адамға да аттайын. Тік ұстап тұрар тақтайын. Балалар, бұл жұмбақтың шешуін кім табады екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жұмбақтың шешуі орындық. Орындық сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? О дыбысынан басталып тұр. О дыбысын айтқанда ерін дөңгеленіп, тілдің ұшы астыңғы тістен алыстап, арт жағы көтеріледі. Қанекей, о дыбысын дауыстап айтып көрейікші. О. О. О дыбысы жуан дауысты дыбыс. Дауысты дыбыстарды қызыл текшелермен белгілейміз. О дыбысы кездесетін қандай сөздерді білесіңдер? Мысалы, орындық. Орындық сөзі үш буыннан тұрады. О дыбысы сөздің басында кездеседі. Домбыра. Үш буыннан тұрады. О дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Ал балалар, мына текшелердің ішінде әріптер жоғалып қалыпты. Суреттерге қарап, әріптерді табайық. Ою. Ою суретінің астындағы текшеде қандай дыбыс жоқ? Ою деген сөзде о дыбысы жоқ екен. Дұрыс айтасыңдар. Ожау. Ожау суретінің астындағы текшеде қандай дыбыс жоқ? О дыбысы жоқ екен. Дұрыс айтасыңдар. Ал келесі текшелердегі әріптерді өздеріңіз тауып көріңіздер. Балалар, айтыңдаршы, отан сөзі қандай дыбыстан басталады? Дұрыс айтасыңдар. О дыбысынан басталады. Мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың отан туралы өлеңін оқып беремін. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Бос торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуіңде күйік екен, отанды сүйгеніңде күйік екен. Ал енді балалар, отан сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. О жуан дауысты дыбыс. Т қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Н қысаң дауыссыз дыбыс. Құрметті ата-аналар, ыдысқа ұнтақ жармасын дайындап бересіздер деп ойлаймын. Балалар, о дыбысын жазбас бұрын бірінші саусақтарымызды жаттықтырып алайық. Ұнтақ жармасына үзік сызықтарды жазамыз. Тамаша балалар. Енді балалар, таяқшаларды жазамыз. Ал енді ұзын таяқша, қысқа таяқшаларды жазамыз. Ирек сызықтарды жазайық.
Өте тамаша балалар. Енді о дыбысын жазайық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, тек қана ұнтақ жармасымен жазып қана қоймай, тастармен жазуға болады. Жапырақтармен де жазуға болады екен о дыбысын. Жапырақтармен жазуға болады. Бөтелген қақпақшалармен де жазуға болады. Өте тамаша балалар. Балалар, дым бөлмеске зымыранға отырып, айға шуына көмек керек. Ол үшін 4 сатыдағы тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? О дыбысы қандай дыбыс? Әріп таңбасы неге ұқсайды? О дыбысынан келетін сөздерді айту.